Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Балжан. Бүгін сіздерге ұнсыз дайындалатын құрамында кокосовый стружкасы бар ерекше печеньенің рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Өте нәзік әрі жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Бұл печеньенің құрамы 3 ғана заттан тұрады. Енді жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып, миксермен жақсылап, ағарып, көпіргенше араластырып аламыз. Жұмыртқалы массамыз дәл осылай ағарып, көтерілу қажет. Мен кемінде 5 минуттай миксерледім. Енді жұмыртқалы массамыздың үстіне кокосовый стружкамызды салып, қасықпен араластырамыз. Кокосовый стружканы 2-3 бөлікке бөліп саламыз. Егерде барлығын бірден салып жіберсеңіздер, қамырымыз қою болып қалуы мүмкін. Бұл печеньеге ұн қосылмайтын себебі бір жағынан кокосовый стружка ұнның қызметін атқарады десек те болады. Біздің қамырымыз дәл осындай болып шығуы қажет. Енді оны кіші бөлшектерге бөліп, печеньемізді пісіріп аламыз. Алдымен табамыздың үстіне пергамент қағазын төсеп, печеньелерімізді қолымызбен домалақтап қойып шығамыз. Егер де печенье қолдарыңызға жабысса, онда қолыңызды бірінші кішкене сумен сулап алыңыздар. Пешімізді алдын ала 180 градуста қыздырып аламыз. Дәл осы рецепттен 25-30 штук көлемде печенье шығады. Қызып тұрған пешімізге 10-15 минутқа салып, қызарғанша пісіріп аламыз. Біздің печеньелеріміз дәл осылай көтеріліп, жұмсақ, әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ал ас болсын.